Ақтөбе орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі, педагог-психолог Алишева Аслай Көкеновна. Балаға мамандық таңдауда көмектесу үшін жасалатын шаралар жиынтығын кәсіптік бағдар беру деп айтамыз. Балаға кәсіптік бағдар беруде ата-ананың орны ерекше. Сондықтан мамандық таңдауда балаңызбен бірге келесі сұрақтарға жауап беруден бастаңыз. Бірінші, балаңыз кім болуды армандайды? Ойында жүрген мамандықтардың тізімін жасаңыз. Екінші, тізімдегі мамандықтарды не байланыстырады? Балаңызбен ойланып көріңіз. Үшінші, балаңыз қай салада жұмыс істегенді ұнатады? Адамдармен бе, әлде құжаттармен бе? Мүмкін жануарларды күту, техниканың құлағында ойнау, шығармашылықпен айналысу ұнайтын шығар. Төртінші, балаңыз мектепте қай пәнді сүйіп оқиды? Жанына нақты ғылымдар жақында, әлде гуманитарлық па? Бесінші, балаңызға ұнайтын қай мамандыққа сұраныс жоғары? Бәсекеге қабілетті болу үшін қандай қабілеттері қажет? Алтыншы, мамандық таңдау оңай шаруа емес. Кәсіптік бағдар беруші маман мен мектеп психологының көмегіне жүгінуге болатынын білесіз бе? Олар сіздер үшін шешім қабылдамағанымен пайдалы кеңестер бере алады. Қай саладағы мамандықтарға сұраныс өте жоғары болады? Мамандардың болжауынша 21 ғасырда ақпараттық технологиялар, IT, медицина, ғарыш, робототехника және машина құрастыру әлеуметтік саладағы мамандықтарға сұраныс жоғары болады. Заманауи мамандыққа баланы дайындау үшін ата-ана не істеу керек? Бірінші, балаңызға ұжымда жұмыс істей алуды үйретіңіз. Екінші, балаңыздың қызығушылығына қолдау білдіріп шығармашылық еркіндігін шектемеңіз. Үшінші, балаңызға оның әлсіз және күшті тұстарын анықтауға көмектесіңіз. Балаға болашақта қандай дағдылар қажет болады? Сарапшылардың пікірінше жобалар жасай білу, топтық жұмыс істей алу, түрлі жағдайларға тез бейімделу, үлкен көлемді ақпаратты өңдей алу дағдысы еңбек нарығында үлкен маңызға ие болады. Ең бастысы, ата-ананың міндеті балаға мамандық таңдау емес, дұрыс кәсіптік бағдар беру екенін ұмытпаңыз.